Сәлем достар, сіздермен миссис Мадина. Біз бүгін shall, will, to be going to етістіктермен, фразалармен толық танысып, бір-бірінен ажыратып үйренеміз. Кеттік. Бұл келер шақ туралы екінші видео. Егер бірінші бөлімді көргілеріңіз келсе, видеоның астына мен сілтеме тастап кетемін, міндетті түрде қарап шығыңыз. Жалпы келер шақты біз will, shall, to be going to мен бірге жасай аламыз. Will туралы мен бірінші бөлімде толық айтып кеттім, енді shallге тоқталайық. Ағылшын тілі екі бағытта меңгеріледі, біреуі британдық ағылшын тілі және американдық ағылшын тілі. Біз оқитын, біз үйренетін ағылшын тілінің барлығы британдық ағылшын тілі. Shall сөзі көбінесе британдық ағылшын тілінде көп кездеседі. Егер бұрынғы кітаптарды ашып қарасаңыздар, shall сөзі өте көп қолданылады және көбінесе киноларда да көп ұсыныс айтқан кезде қолданады. Shall міндетті түрде бірінші жақта ғана қолданылады. I shall, we shall. Бірінші жақ мен, I, көпше түрі we, біз. Егер сіз сөйлемді I will work немесе I shall work деп айтсаңыз, екеуі де дұрыс. Немесе we will dance, we shall dance. Екеуі де, в принципе, дұрыс. Дегенмен, shall сөзі бұл сыпайы, ұсыныс айтқан кезде, сонымен қатар бір өтініш білдірген кезде көп қолданылады. Мысалы, shall I open the window? Мен терезені ашсам болады ма? Бір рұқсат сұраған кезде сыпайы ағылшын тілін қолданғыңыз келсе, онда shall сізге көмекке келеді. For example, shall we invite them? Біз оларды шақырсақ болады ма? Немесе ата-анаңыздан сұрағыңыз келсе, shall I go out later? Мен кешірек сыртқа шығып келсем болады ма? Ал енді to be going to фразасымен танысайық. To be бұл кәдімгі етістік. Болу, орыс тілінен аударғанда быть дегенді білдіреді. Мен оған арнайы видео түсіргенмін. Егер көргілеріңіз келсе, видеоның астында сілтеме тастап кетемін. To be етістігі жіктеледі. I am, you are, we are, they are, he is, she is, it is. To be going to етістігіндегі to be тек жіктеліп қана қолданылады. Яғни am, is, are. Ал going to міндетті түрде бірге етістікпен бірге жүреді. Яғни going to-ден кейін сіз міндетті түрде етістік қолданасыз. For example, I am going to work, I am going to sing, I am going to dance. Ал to be going to етістігін қай уақытта қолданамыз десеңіздер, белгілі бір жоспар айтқан кезде өзіңіздің нақты планыңызды біреуге айтқыңыз келсе қолданасыз. Study abroad, яғни шетелде оқу. Осыны to be going to етістігімен жасап үйренейік. Жіктейік. I am going to study abroad. Мен шетелде оқиын деп жатырмын. You are going to study abroad. Сен шетелде оқиын деп жатырсың. We are going to study abroad. Біз шетелде оқиын деп жатырмыз. They are going to study abroad. Олар шетелде оқиын деп жатыр. He is going to study abroad. Ол, яғни ол шетелде оқиын деп жатыр. Немесе қызға айтатын болсақ, she is going to study abroad. Ол шетелде оқиын деп жатыр. Сіздерде сұрақ туындауы мүмкін. Неге to be going to-дің орнына тек қана will-ді қолдануға болмайды? Басымызды қатырмай, Оның бір айырмашылығы бар. To be going to көбінесе жоспарланған, сіз уже пландап қойған. Мысалы, сіз шетелде оқиын деп жатырсыз, соны елге айтайын деп жатырсыз, бірақ сіз уже путевкада сатып алдыңыз, оқуға да түсіп қойдыңыз, грантқа да түсіп қойдыңыз, ол уже точный деген сөз. For example, I am going to study abroad. Мен шетелде оқиын деп жатырмын. Бұл сөйлемді естігеннен кейін сіз міндетті түрде ол жаққа барасыз. Сіз точно сол жаққа барасыз, потому что сізде бәрі дайын. Егер I will study abroad десеңіз, бұл кәдімгі жындының сандырағы сияқты, ол может сіз барасыз шетелге, может бармайсыз, ол не ясно. Мысалы, кішкентай кезде бәріміз айтамыз ғой, мен ұшқыш немесе космонавт болғым келеді деп, ал болашақта не болатыны ол белгісіз. То есть will бұл белгісіз, жай әшейін айта салған іс-әрекет. Ал going to-ді қолданған кезде сіз міндетті түрде барасыз. Сіз точно уже шешіп қойдыңыз. For example, I am going to spa today. Мен бүгін спаға барайын деп жатырмын. Значит, мен уже сертификат алып қойдым, мен точно түстен кейін немесе кешке мен точно барамын.
Ал егер I will go to spa today десеңіз, может сіз барасыз, может сіз бармайсыз, просто үшін предполагать етіп жатырсыз, яғни болжам айтып жатырсыз, ол точно емес. To be going to тіркесіндегі going to көбінесе қысқартылып жасалынады. Мысалы, I am going to, I'm gonna. You are going to, you're gonna. We are going to, we're gonna. They are going to, they're gonna. He is going to, he's gonna. She is going to, she's gonna. For example, I'm gonna stay at home. Мен үйде қалайын деп жатырмын. To be going to тіркесімен міндетті түрде болымсыз түрінде жасауға болады. Яғни, біз жіктедік қой, I am, you are, we are, they are, he is, she is деп. Дәл соған біз просто not етістігін қою арқылы болымсыз сөйлем жасаймыз. For example, I'm going to study English. Мен ағылшын тілін оқиын деп жатырмын. Оқиын деп жатқан жоқпын болса, I'm not going to study English. Асел is going to read this book. Асел is not going to read this book. I'm going to do my homework. Мен үй жұмысымды жасайын деп жатырмын. I'm not going to do my homework. Мен үй жұмысын жасайын деп жатқан жоқпын. Ал сұрақ қойған кезде дәл to be етістігінің жіктелуі, сұраулы сөйлемі сияқты am, is, are сөйлемнің алдына шығады. For example, I am going to study. Am I going to study? You are going to study. Are you going to study? We are going to study. Are we going to study? They are going to study. Are they going to study? He is going to study. Is he going to study? She is going to study. Is she going to study? Сабақты қорытындылай келе, shall бұл бізге ұсыныс, белгілі бір рұқсат сұраған кезде көмекке келеді. Ал will келер шақтағы барлық сөйлемдерде қолданылады. Бірақ ешқандай дәлелсіз, тек қана сіздің ойыңыз, болжамыңызды айтқан кезде. Ал to be going to нақты жоспарланған іс-әрекетіңізді айтатын кезде қолданасыз. Сіздерге сабақ толық түсінікті болды деп ойлаймын. Егер видео ұнаса, лайк басып, каналға тіркеліп, комментарий жазып қолдауды ұмытпаңыздар. Сіздермен болған миссис Мадина. Goodbye.